балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чан Зыжың. Операторы Гуан Жян Шион. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юи Шман, Басын, Юи Ляуэй, Танго Чан, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жан Жинда, Хуан Жан Чын және басқалары. Құбылай хан. 3-ші бөлім. Төлей, бүйткеніміз жөн болар мекен? Көкейіне қонса жақсы ғой. Өзгеге сенбесем де, ұлыма сенемін. Ең білгір ем көз, уақыт деген. Көп өтпей-ақ оңалып кетер. Бұған бола алаңдай берме. Баламыз туада ақ көңіл, әділетшіл ғой. Көпке созылама деп қорқам. Төлей, бұлай етсек қайтет. Бәлкім, Құбылайға келіншек әперерміз. Мынауың табылған ақыл екен. Көздегенің бар ма? Мұқым дала төсіндегі қыз біткеннің сұлуы сенің 5-ші қарындасыңның қызы Чәбе. Құда түсушілерде көп көрінеді. Чәбе? Қазір қандай болып бой жетті екен деш. Тұлымшағы желбіреген кішкентай кезінде көріп едім. Соншама жыл өте шығып тау. Не де? Құда түсем дейсің бе? Қой! Ұлың маймылдай тыртиған арық бірдеңе ғой. Құда түскенше әуелі ұлыңды жайлауға жіберіп, тағы біраз жыл бағып қақ. Аздап шыр жұққан соң келерсің. Әй, онда менің ұлым лайық екен. Түйенің жарт етіндей, бір қойды, бір тамақта қылғытады. Бір отырғанда 2 қазан шай ішет. Бітімеде сізбен қарайлас. Не көкіп тұрсың? Семізсің деп тұрмысың? Жүрегіңе түк шыққан екен сенің. Жоға. Кет! Жоға, қайда? Қараңды батыр. Сенің ұлыңның маңдайыңа мұндай бақ жазылмаған. Тараңдар, құда болам деп мазамдалмаңдар. Енчен? Неткен сүйкімсіз еді мыналар. Көздерінің өң сиқына қарасаңшы. Біздің қыздың талғампаздығы да бір басына жетеді. Сен де талғампазсың. Жұрт мақтаған күйеу бала қашан бұйрар екен? Жақсы күйеу бала керек болса іздемейсің бе өзің? Таңнан кешке дейін арақтан аузың босамайды. Маңдайымның соры бесел-ау. Мынауың не? Сенің 4-ші ағаң. Төлей ханның маған жіберген сиярағы. Жоқ, хаты. Иә. Төлей хан? Хатта не депті? Есіме түсірейін. Құда түссек дей ме? Құбылай деген ұлдары бар көріне. Әй! Арақта басын қалғырау. Жақсы күйеу бала керек демеп пең. Оның ұлы Құбылайдай азаматты дала төсінен іздей таппассың. Төлей хан мен құда болатын күнде болады екен ау. Құбылай балам, арақшалам екен десеңші. Айналайын, алтын қызым-ай. Мәлімет. Кіре бер. Ханым, 5-ші мәликемен күрген еншен келді. Қане, кірсін. Құт тақсыр. Қалай тез жетік белген? Кіші аға, көрмегелі көп болды. Көріспегелі қашан? Қайнаға, сізді өлердей сағындым. Жол жүріп қиналдыңыздар ау. Тағы жүздесуге жазыпты ғой. Көріспегелде көп болды.
Нағаш аға? Мынау чәбеме? Соның өзі. Қарындасым ау, қызың гүлдей құлпырып бой жетіпті ғой. Қайдан болсын? Келген екенсіңдер, аунап-қунап жатыңдар. Онда сіздің ордаңыздағы араққа апап келді десеңізші. Одан қам жемеңдер. Үйде арақ жетеді. Келіңдер, төрлетіңдер. Жарайды. 4-ші ханзада қайда? Ханзада күні бойы ордада болған жоқ. Қайда кетті онда? Әскер ішінде болса керек. Онда сен барып шақырып кел. Мәликемен күргінде келіп жетті. Бол тез. Құп тақсыр. Ерке сіңілім, көріспегелі көп айдың жүзі бопты. Солай, жеңеше, солай. Жоғарлат. Сен мен бірге барайын. Жарайды. Төртінші ханзада осында ма? О кісіні көрмегелі біраз болды. Базардағы шарапханаларға барып іздеп көріңіздерші. Сол жерде болар. Ханзадаларыңыз араққа үйірмеді? Біздің ханзада арақтың күмісі ғой. Сізді базарға апарып іздесіп келейін. Өзім ақ бара берейін, сен қайта бер. Ләппәй. Қызыл, көк. 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 Қызыл. Өй, неғып тағы қызыл боп кетті? Қоя бер мені. Бер маған. Не қылмақсың? Әкел бер. Қоя бер мені. Жібер деймін. Қалайсың? Мен ұрған кім? Кім? Бауырым, соқ оны. Жарады. Жарайсың. Міне Жарайсың. Пәле, жарады. Жарайсың. Керемет. Отқаның аздай, қорлағаның қалай? Затын иесіне қайтар. Біз алғамыз жоқ. Алғамыз жоқ. Білезігім мұнда, сізге көп рахмет. Атыңыз кім болады? Қобылай. Не? Қобылай. Құбылай? Не деп тұрсың? Апау, сықпытына қарашы ананың. Мұндай адамға мені күйеуге қалай бермексіз? Ол Төлей ханның ұлы ғой. Апаңның туған ағасының ұлы. 4-ші ханзада Құбылай деген осы. Кім болса ол болсын, ал мен бұнда ерге тимеймін. Сіз оның анау маскүнем сұрқын көрмей тұрсыз ба? Тіпті айтарға аузым бармайды. Арақ ішкеннің несі айып, мені көріп жүрсің ғой. Сен араласпа, шаруаң болмасын. Күні бойы арақтан бас алмайсың, айта жағымды алатын болды. Арақ ішкенде тұрған не бар екен? Сен... Әке қойшы енді, шақшадай басым шарадай болды. Арақ ішкенмен қоймай, иісі мөңкіп тұр.
Бет аузындағы сақалын да қырмапты. Бетіндегі кірге 5 ит тойғандай. Онда аумаған мына әкең екен ғой. Не айтып кеттіңдер? Жәбе, жаңылып тұрған жоқсың ба? Ол 4-ші ханзада ғой. Ол қайтып сен көргендей кейіпте болсын. Ол құбылаймын дегенді өз аузымен айтты. Құлағым керең емес шығар? Қара қорымда құбылай деген басқа біреу жоқ шығар. Әй, саған айтам, жүр менімен бірге. Мақұл. Тасташ сол саптаяғыңды. Кіші ағамның алдында ұялтпа мені, жүр былай. Сөйтейін. Жүрегім, мынау сіздің шатырыңыз. Жақсы, сен қайта бер. Құп болады. Бұл кім өзі? Не болды саған? Сен кімсің? Қайтейін деп ең? Сен кімсің деймін? Ай, сен өзі ұрма деймін кісіні. Сен кімсің? Не істейін деп ең өзің? Кімсің деймін? Кімсің сен айт? Тағы сенбісің? Сен дейді ғой. Көргенсіз. Көрмейін дегенді, үш көресің деген неге бұнда жатып алғансың? Қайда жатқым келсе, сонда жатамын. Сенің шаруан қанша? Шаруам болғанда қандай, бұл менің шатырым. Бұл шатыр сенікі ме еді? Иә? Тіпті жақсы болды. Мен бүгін осында түнеп шығамын. Жатқың келсе, барып басқа жерге жата ғой. Жарайт. Осында жатып серейе қат. Төлейхан, жаңа ғана осында болғамыз. Құбылай ханзаданың арақ ішіп отырған көрдік. Осы маңда болуға тиіс. Жаңа осында едің. Неғып көрінбей кетті? Қоя тұр сен. Ханем, қараңыз. Қане, құй. Шөпілдете құй. Алдым алып келіңдер. Құп. Қане, құй. Ханзада. Ештең етпейді. Ештеңе. Мен көп ішкем жоқ. Жүріңіз. Не керек саған? Сен мынау ноян текшесін неге жасағанын білесің бе өзің? Не керек деймін? Біз, монголдар, шапшағын тайпадан ұлғайып, бірнеше буын ата-бабамыздың күшімен осы күнге жеттік. Сенің бабаңның тұсына келгенде, кең байтақ жерді емдендік. Қаншама боздақтарымыз ел үшін еңбек сіңірсем деп еді. Бәрібір көбі майданға аттан алмады. Өйткені денсаулығы ең мығым, ең жүрек жұтқан ер ғана осында көтеріле алады. Ол сенің бабаңның шаң теңіз еңбегінің де нышаны еді. Әсіресе даңқтың нышаны. Қаншама боздақтарымыз осыннан аттанды. Қатын баладан алыстап, қан майданға, ел қорғауға аттанды. Бұл ердің борышы. Түсінесің бе осына? Өз басың шыңғысқан ұрпағы бола тұрып, осы дүниеге келгеннен тартып, осы борышты арқалап өтесің. Бабаңның саған артқан үміті зор еді. Сол үшін сені әскерге қосып, жорыққа жіберді. Даңқ дәулеттің ұрпағы екенсің. Ендеше басқалардан гөрі тырыса түскенің жөн. Жай адам төзе алмағанға сен төзуің керек. Иә, шындап айтқанда бұл да бір қасірет. Шынайы сезім иесі болып жасау өте қиын. Ер жеттің. Енді сен де түсінуге тиіссің. Түсінем. Сүйікті қызың о дүниелік болды. Бірақ қайғы қасіреттің де шегі болуға тиіс. Өзің ойлап қараш. Сенің кішкентай кезіңде
Бабаң сені ертіп алып нояндарын тағайындап, жорыққа аттанып еді ау. Алаңда тұрғандар шетінен сен тұр, мен атайын дейтін батырлар болатын. Олардың да үй іші, отбасы бар еді. Солардың қайсысы ет жақыннан айырылудың қасіретін тартпады дейсің. Ғанеке, маған біраз мәулет беріңіз. Жарайды, саған 3 күн уақыт берем. 3 күн ішінде әбден құмарыңнан шығып ал. 3 күннен соң мен бұрынғы Құбылайды көретін болайын. Жетер енді. Оның қарасында көргін келмейді. Тіпті жатып ұйықтайын десем де сол маскүнемге тап бола кетем. Тап бір өткен өмірімде соған қарыздар болып қалғандай. Қызым ау, не қылғаның бұл? Менше оның түргелбеті сен көргенде емес. Енді қандай болушы еді? Өз көзімен көрдім ғой. Сонда өз туған қызыңызды осындай адамға қоспақсыз ба? Жоға, адамды сырт келбетіне қарап бағаламайды. Сүтпен кіріп сүйегіне сіңген мінез екен. Ескертіп қояйын сізге, не десеңіз де мені тоқтата алмайсыз. Мен бір бекінге келдім. Апырая, бұны оларға қайтып айтармын. 2 күн тұра тұрш, оған дейін бір амалын табармын. Болмайды. Біздің моңғол қолының әлемді тітіретер атты әскері, жаудың зәре-құтын қашыратын мергендері тағы бар. Ал енді отты сақпан ату дегерсек, біздің бекініс бұзу қуатымыз арта түседі. Алдарында тұрған нысана. Сендерге бұйырам. Жеп атқандай нысананың ортасын көздеңдер. Сонда кеттік деп кете береміз бе? Бұның бәрін төлеге қайтып естіртеміз. Әй, аузыңды ашып бірдеңе десеңші. Бәле болды. Менің айтып тұрғаным да сол. Бұдан кейін төлейдің бетіне қалай қараймыз? Иә, төлей берген сиярағын ұмытып кеттіппін ғой. Сен сол арақ ішкеннен басқаны білесің бе түгі? Қызыңның жайы қаперінде жоқ. Онан да бір шарасын тапсаңшы. Менің қолымнан не келсін? Қыз анау тістей қатып отырған. Менің сөзім өтсін бе? Кетсек те бір ауыз жөнімізді айтып кетерміз. Төлейдің қосында әскер жаттықтырып жүргенін көрмейсің бе? Қыз қасарысып отырса біздің сөзімізді тыңдар деймісің? Болмайды. Жайбе, не айтасың? Менімен бірге барып қайтшы. Кеткеннің өзінде Төлейханға қош айтыпай кетуге болмас. Мені мазаламаңдар. Барам десеңдер, өздерің ақ барыңдар. Өзім ақ қайтамын. Бара беріңдер. Әй, неткен қыңыр едің. Сен мен адам құрлы көрмейтін болдың ғой. Қайтсең де Төлейханның алдынан өтпей кетпейсің. Өй дейдің керегі не? Енді неге жүріп барасың? Тоқтады, аттың басын бұр. Жайбе, сен де тоқтап ақылға кел. Жайбе, ақылға кел деймін. Құбылай дегенді желкемнің шұңқыры көрсін. Егер айтқан ақылға көнбесең, енді мені шеше деуші болма. Апа, қысай бермеші. Өле қалсам да оны енді көргім келмейді. Тоқта, Жайбе, тоқта. Қараш, тұрма, артынан бар. Қазір. Бол енді. Аздан соң көретін боласыңдар. Алдымызда ағаш ат тұр. Кез келгенде оны біреулер сүйрей жөнелетін болады. Сендер ағаш ат көрінісімен дереу сақпанды ататын болыңдар. Кез келгенде кімнің тез, кімнің дәл атқанын көреміз. Ұқтыңдар ма? Ұқтық. Жарайды, даярлан. Даярлан. Әй, атуға бұйрық берілген жоқ. Атпаңдар, атпаңдар. Кім сендерге атты? Тоқта. Тоқта деймін. Жәбе! 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 Не болды саған? Өле алмай жүрмісің? Алтын қызым ау. Қызым, Білегім ауырып қалды. Тез. Қалай жығылдың? Қай жерің ауырды? Мына ноян, Қас батырдың өзі екен. Сізге көп рахмет. Атыңыз кім болады? Құбылай. Құбылай деген сен бісің?
Бүгін екі отбасы басымыз қосылып отыр. Келіңдер, өз қолыммен бір тостақ шарап ұсынайын. Көтерейік онда. Дәл бұлай бас қосамыз деп кім ойлаған? Бір-екі күндей Құбылайдың көңіл күйі жақсы болмады. Қарындасым көрген. Сөге көрмеңдер. Жарай ма? Кешіріңдер. Бұлай демеңізші, кіші аға. Ондай бәрінің басында болады. Қараңызшы өзіңіз Құбылайға, нағыз сардардың өзі емес пе? Міне. Құбылай, тез тұрып арақ ұсын. Кешірім сұра. Әне Чәбеге қараш. Сен оны қорқытып қуып жібере жаздадың. Әй, сен де бір. Қанәке, әдей істеген жоқпын. Ханаке, ол кезде құлағу әлі кішкене болатын. Біз оның ағаш атын жасырып қойдық. Сөйтсек Чәбе құлағуға болысы баттыз дейді. Сөйтіп тас текшеден құлап кете жаздайды. Құбылай сол кезде Чәбені бір ажалдан құтқарып қалып еді. Есіңде ме, Чәбе? Иә, солай болған рас. Я, сен ер азаматсың ғой, жүректі болуың керек. Бүйтіп, тұнжырап отыра бермеңдер, Чәбені әңгімеге тартыңдар. Чәбе, ғафу өтінем. Сен келерде менің көңіл күйім болмап еді. Оның үстіне сені танымайда қалдым. Ренжітіп алдым. Кешірім сұраймын. Тағы да не десем болар екен? Мен... Өтеріс өтті. Мен ұмытып та кетіппін. Менің есімде сенің мені 2 рет құтқарып қалғаның ғана қалыпты. Қараш, елдің баласын. Ей, Чәбені алтып жібердің ғой. Кәні, алып қояйық. Құйдағы. Құбылай, жесеңші. Тамақтан соң Чәбені серуендетіп қайт. Ол енді бұлай ғой. Қанәке, апа, мен тойдым. Әскерді жаттықтырам деп шаршап қалыппын. Мен барып демалайын. Иә, кешіріңіздер. Ай, қайда бармақсың? Дастархан жиылған жоқ қой. Кіші аға, бала шаршап қалыпты. Демалуына рұқсат етсеңізші. Ал біз іше тұрайық. Кіші аға, Қане, алып қояйық. Кәнекей, Алып қояйық. тауысып ішіңіз. Онда бізге алтын хандығын сөзсіз алу міндеттелген. Мен бүгін осы мәжілісті шақырып, алтын хандығына жасалатын жорық жоспарын ақылдаспақ ем. Біздің Моңғол қолының алтын елімен жауласқанына талай жыл болды. Ал арман орындалмай келеді. Бүгін ұлы Қаған әкеміз батыс таңғұттарын жойған соң, Тәңірінің мәңгілік әлеміне кеткен күні. Менше дәл қазір хан әкеміздің өсиетін орындайтын кезіміз жетті. Ал енді әскер мен сәйгүліктеріңді даярлай беріңдер. Наурыз айын өткізіп, мен қол бастап, Сары өзенінің орта бөлігіне шабуылдаймын. Біз алтын хандығын қалайда тізе бүктіреміз. Жамағаттың ортаға салар ойлары бар ма? Тізе бүктіреміз, жеңеміз. Алтын хандығын аламыз. Жеңеміз. Қаған, алтын хандығын аларымыз анық. Бірақ қазір оңтайлы сәт емес. Қалайша? Қазір алтын елінің қалың қолы Тұңғуан қамалында тұр. Сондықтан менше, дәл қазір әскер шығару асығыстық болмақ. Қанша дегенмен ол Санфыңшаң тауына тым жақын. Ал алтын елінің шығысы мен батысының қорғаны әлсіз. Біз тағы біраз уақыт өткізіп, әскерді 3 бағытқа бөліп, сосын шығыс батыс өкпе тұстан шабуылдасақ сонымыз жөн болар еді. Жау қосыны Тұңғуанда тұрғанда орта бөліктен шабуылдау ең тиімді болмақ. Алтын қолдарының берекетін қашырып, 3 бағыттан ақылын алған соң, 3 бағыттан шабуылдасақ, олардың әскер күшін әлсіретеміз. Сөйтіп Кайфын қаласына тіке төнеміз. Бұның қай жер орынсыз? Хан әкеміздің жорықта Сұң елін пайдалануды тапсыруы бекер емес. Алтын қолының беткі қорғанысы аса мығым. Біз оның батысындағы Сұң жолын пайдаланып, алтын елінің ту сыртынан төнуіміз керек. Шығыс бағыттағы қосындарымыз арқылы жау күшін бөгесек, орта бағыттағы ұрыс оңайырақ болады. Әй, төлей. Айтасың ау сенде. Сұң патшалығы саған жол беремес онда? Менің бір амалым бар. Онда айт. Қандай амалың бар? Сенің қара қорымда қала беруің әбден болады. Сен менің Сары өзенінің орта тұсын қалай алатынды көрде тұр. Сол кезде сөйлесе жатармыз. Қаған, ойланып көрерсіз. Қалай болар екен? Жә, осымен тоқтай қал. Қаған мен екенмін, менің айтқаным болады. Наурыздан соң
Боғыршы екеуміз 100 000 қолды бастап, Сарыөзеннің орта бөлігін өзімізге қаратамыз. Басқалар Қарақорымда қалып, бұйрық күтсін. Қолдияр тақсыр! Қазір қаған алтын әскерінің орта бағытына тура төніп тұр. Сөзімді өткіз алмадым. Сұң патшалығы да біздің ішіміздегі шемен секілді. Қанаке, меніңше біз әуелі Сұңмен бейбіт бітімге келуіміз тиіс. Сосын бар күшімізді жинап алтын еліне лап беруіміз керек. Ер жеткен екенсің балам. Сен тыңдап көрейік. Сұң патшалығымен бітімге қалай келеміз? Сұң патшасының өзі әлжуаз адам. Нағыз билік бас уәзірдің қолында. Ал бұл адам билік жүргізуді білмейтін топастың өзі. Алдымен соның аузын алуымыз керек. Бірінші, осы. Төртінші ханзаданың ақыл парасаты асып тұр екен. Ханзаданың ой өресі осыған жетсе, шынымен ақ сүйінші сұрарлық екен. Елүй мұрза, сіз бірнеше сардар мен сарбаздарды ертіп, жедел түрде Сұң еліне жетіңіз. Сұң елімен бейбіт бітім жасаңыз. Оларға айтарыңыз, бізге өтетін жол берсе болғаны. Біз оларға алтын күміс, жақыт жауһарды уыстап береміз. Қанаке, Сұң патшалығының уәзірі ашкөз адам. Менше тегі ұстап алтын күміс інжу маржан бергенге тебірене қоймас. Одан да былай етсек. Біз оған алтын елін шенген соң, жерді солармен бөлісетінімізді уәде етейік. Жарайды. Елүй мұрза. Олай болса, Құбылайды ерте барыңыз. Хан ием, Сұң патшалығымен келіссөз жүргізу қатерлі шаруа. Төртінші ханзаданы ертіп барсақ қалай болар екен? Елүй мырза, бір басым, мен ие бола аламын. Жарайды. Сендер жүріп кеткен соң, мен де 3 түмен әскер бастап сендермен түйісемін. Ал енді уақыт оздыруға болмас. Әзірлікке кірсейік. Құп болады. Құбылай? Не боп қалды? Мынау сенде болсын. Саған арнап өз қолымен жасадым. Рахмет. Әй, мен саған сыйлық сыйладым. Сен де маған бір нәрсе ұсынарсың. Менің қолымда бары соғыс бұйымдары ғана ғой. Саған сыйлайтын ештеңем жоқ. Маған қылышыңды сыйла. Әй, болмайды. Қылышымды саған сыйласам, өзім жаумен қалай шайқасам? Сенің жебең бар ғой. Садағыңды тарту ет маған. Онда тіпті болмайды. Моңғол әскерінің күші осы садақта. Қоя қойшы енді. Қой деймін. Олай болса, мына кішірегін бер. Қоясың ба жоқ па? Мен соғысқа кетіп барам. Сен мен әзілдесіп тұрғам жоқ. Егер алмасам болмайды десең, онда мынаны берейін. Үгідей, сыңар езулікке басып қол бастап, алтын еліне шабуыл жасады. Ойда жоқта Фыңшияңда күшті қарсылыққа тап болды. Моңғол әскерінің саны басым болғанымен ешқандай жеңіске жете алмады. Соғыс шығыны алапат зор болды. Алыс жолдан болдырып жеткен моңғол қолының ілгерлеуі де, шегінуі де қиынға түсті. Тығырыққа тірелген шағымызда ақтық бір шайқасуымыз қалды. Қазір жау сарбазы 5 түмен. Бұлай тіресе берсек түбі бізге тиімді болмас. Онда біздің шегінуімізге де болмас. Моңғолдың атты әскері неден қаймығушы еді? Алдыңғы шепкі айтыңдар, шепті қолдан бермесін. Сен екеуміз 2 бағытқа бөлініп, алтын әскерін қоршау қалайық. Қаған, алдыңғы шептен айырылып қалдық. Алтын елінің әскері өзеннен өтіп басып келе жатыр. Бұйрығымды жеткіз. Біздің әскер орманға шегінсін. Қарақорымға жүйрік атпен хабаршы жіберіңдер. Төлей 3 түмен қол жіберіп, тез келіп көмектесін. Кешігуге болмайды. Құп тақсыр. Төлей, қаған қиын жағдайға қалыпты. Ең бастысы басының амандығы. Сен бүйтіп кері тартсаң, қағанның бас амандығына қауіп төнсе қайтпекпіз. Ханым, абыржымаңыз. Менің өз ішкі есебім бар. Азық түлік пен жем шөпті қамдап алмасақ, алдыңғы шеп пен жәрдемші әскер екеуі де мандытып соғыса алмайды. Мен қағанмен тізе қосып талай шайқаста болдым. Оның қабілетін білемін. Оған қауіпсіз жерде табылады. Бірер күннен соң әскер аттандырам, уайымдамаңыз. Сонда қанша күн керек? 10 күн.
10 күн? Мәлімет! Ханым, Төлейхан ием. Қаған тығырыққа тіреліп, ақтық шайқасқа шыққалы жатыр. Халі мүшкіл. Қаған Төлейхан үштімен әскері бастап, тез келіп қолшын беруін бұйрады. Қайтып барып қағанға жеткіз. Азық түлікпен жем-шөпті әзірлеп болған соң өзім де барамын. Асығып аптықпасын, сабырмен күтсін де. Құптарсыр! Көрдің бе? Әне көрдің ғой. Қаншалық қысылтаяң екенін. Бұлай болсын онда. Мен саған 5 күн берейін. 5 күнде сен әскер бастап аттанатын бол. Әйтпегенде қағанға анау-мынау болып жүрсе, бүкіл моңғол елі сені кешірмейтін болады. Қаған, Төлейхан қазір әскер шығару тиімсіз дейді. Не деп тұрсың? Менің бұйрығыма қарсы келуге қалай дәті барда? Жарадың, Төлей. Тыңдап алыңдар. Түнде кезектесіп от жағып шығыңдар. Оттың саны қанша көп болса сонша жақсы. Біз қазірше осы жерге бекіне тұрайық. Көмекші қосын жеткенде біздің шабуылға өтетін кезіміз сол болады. Құп тақсыр. Қаған. Жау әскері тым көп. Біздің әскердің бар жоғы 5 түмен ғана ғой. Оның үстіне жаралылар саны да артып келеді. Біздің шегінгеніміз жөн болар ма деймін. Сен де маған қарсы келейін дедің бе? Менің өз жоспарым бар. Сендер менің бұйрығымды орындасаңдар болды. От тұтатыңдар, бекіністерді мықтаңдар. Шабуылды басқа күні бастаймыз. Қаған қатерге тап болды. Ханым бізден әскер шығаруды талап етіп отыр. Бірақ мен қазір әскер шығарсам, онда жаудың тұзағына түсеміз. Ол дегеніңіз ұлы ханды өлімге итергенмен бірдей. Бұл шайқаста жеңіске жету жетпеуіміз Құбылай сапарының сәтті болуына қарап тұр. Ханым сізді іздеп келсе қайтеміз? Егер ханым мені іздеп келсе, онда мені ауырып жатыр. Ешкіммен сөйлеспейді деп айт. Ханым. Хан әкемнің науқасы ауыр. Сіздерден оны мазаламауды өтінем. Санаулы күнде сауғат. Сол кезде бәріңізбен кеңесетін болады. 6-шы күн болды ғой. Төлейдің не ойлағаны бар? Әскер аттандырама жоқ па өзі? Қағанның алдыңғы шептегі жағдайының қандай екенін де білмейміз. Ал мынау науқаспын деп тырп етпейді. Ханым, байқап сөйлеңізші. Жарайды, дегенің болсын. Бүгін осыншама көп төрелер келіп отыр. Ендеше мен де жол жосынды қазбалап көрейін. Төрелер, сіздер білесіздер, моңғол елінің қағаны соғыста жүр. Дәл қазір Фыңшиаңда ақтық шайқасқа түсіп жатыр. Ал Төлей неше түмен қосынның қолбасшысы бола тұра кешеуілдеп аттанғысы жоқ. Оның ойындағысы не? Сірә ол қағанның бақытсыздыққа ұшыраған хабарын күтіп жатқан болар. Ханым, менің хан әкем әсте сіз айтқандай адам емес. Мұныңыз жаптым жала, жақтың күйе емей немене? Айғақтар майдай анық тұр ғой. Жала жауып әуре болам ба? Мұна төрелерде айтып көрсін. Айтыңдаршы, көкейге қонатын қандай себеп бар мұнда? Рас. Төлей ханның не ойы бар екен? Бізге айтса жарар еді-ау. Сен екеуің естідіңдер ғой. Жұрттың бәрі біледі. Тек сендер ғана әкелеріңе шаң жуытпайсыңдар. Сендердің ішке бүккендеріңді мен білмейді демеңдер. Сендерге айтып қояйын, үгедей өлген күнде де қағанның тағы Төлейге бұйырмас. Ханым, сіз арандатып жала жауып тұрсыз. Аға, ханым, қазір хан әкем қатты сырқаттанып жатыр. Ол ежелден моңғол ел үшін күш-жігерін аяған емес. Бұны осы отырған үлкендер де біледі. Оның да әрине бір білгені бар. Бұл жөнінде кейін үкім шығарсақ та кеш болмас. Қалай ойлайсыз? Жарайды. Бұны айтқан өздеріңсіңдер. Егер қаған алай-бұлай боп жатса, тек Төлей ғана емес, бүкіл әулеттеріңмен тыныштық табам деп ойламаңдар. Сен не деп тұрсың? Сен екеуің әбден естіп алыңдар. Сендердің хан әкелерің қиын қыстау жағдайға қалыпты. Ал Төлей орайдан пайдаланып, хан тағын тартып алмақ. Мен одан үмітімді үзіп болдым. Сен екеуің хан әкелеріңнің жақсы көрген ұлдар едіңдер. Хан әкелеріңді тек сендер ғана құтқара аласыңдар. Апа, Төлей хан ондай адам емес. Ол кісінің әскері аттандырмауының өз себебі бар. Солай, апа.
Төлей ханның қазір сырқаты ауыр. Оның үстіне атамыздың айтып кеткен шабуыл жоспарын хан әкем жөндеп естімеді. Ол кезде маған бұл жоспар шалағайлау сезіліп еді. Немене? Мынау қай заман? Екеуің әлі өткенді айтып мүлгіп отырсыңдар. Сендерден сұрайыншы. Сендердің хан әкелеріңнің жаны маңызды ма, әлде мына шайқас маңызды ма? Енді бұлай ғой. Бұлай қалай? Мен бірнеше сардардармен ақылдасып көрдім. Күйік қодан, сен екеуің Қарақорымдағы қосынды бастап шығасыңдар. Оған сардарлардың қолындағы 8000 әскерді қосып алыңдар. Түнделетіп Фыңшиянға аттаныңдар. Бұл аса маңызды іс. Кешіктіруге болмайды. Бүкіл Моңғол елі сен екеуіңе қарап отыр. Күйік пен қоданның бұл аттанысы жеңіске апарып соғады. Қайтсем болар екен. Алтын елінің қосыны 20 түмендік ауыр қол. Олар біз бақпай Тұңғуанды қорғап тұр. Олар қалайда қайтар жолды кесіп тастайды. Хан әке, әйтеуір шегінерге жол жоқ. Біз де әскерімізді шығармаймыз ба? Осы дұрыс ау, хан әке. Күйік пен қоданның жорығы сәтінен гөрі қаупі көп болатын сияқты. Қағанда қыспақта қалып отыр. Біздің күтіп отырғанымыз жарамас. Бұл шайқас қанша қиынға түссе де біз бармай болмас. Бұдан басқа жол қалмаған секілді. Жарайды онда. Мөңке, жедел барып шығыс бағыттан күйікке жәрдемдессін. Содан бірнеше күн өткізіп мен Сүбігетеймен бірге батыс бағыт арқылы Сұм патшалығын жолымен өтіп, алтын қолдарының шегінер жолын бөгеймін. Сосын Қошын Ноянды жіберіп, Ұлан Құтаймен бірге шығыс бағыттан шабуылдаймын. Сендер қағанмен тоғысқан кезде Сары өзеннің орта тұсын бір-ақ жолда уысымызға түсіреміз. Мықтап ескертетін жайт. Қағанға абайсыз әрекетке бармауды ескерту керек. Алтын елінің қосыны от жағып жылына бастаған кез, біздің қосының аттанатын кезі болмақ. Бұл шайқаста жеңіске жету жетпеуіңіз Құбылайға қарап тұр. Хан Алдияр, олар келді. Жақсы, кірсін. Алдияр, бірлесіп алтын патшалығын құрту ісін ойланып болдыңыз ба? Мойындамасам болмас. Әскер қосу ісіне келсек, сірә бұл менің қолымнан келмейтін сияқты. Алдияр, қолыңыздан келетініне біз сенеміз. Қаған айтады. Сіздер біздің Рауфыңгуан асуынан өтуімізге рұқсат етсеңіздер болды. Қалғанын өзіміз тындырамыз. Бұл тіпті алтын елінің түстік бөлігін ұлы Сұң патшалығына беруді қамтиды. Сіздерге қалай сенуге болады? Әрине. Біз сізді қағыс қалдырмаймыз ғой. Тоқтай тұр. Мына біреу. Алдияр, мен Елеу мырзаның құлымын. Құлы? Құл қалай қожасының көзіне тура қарап сөйлейді? Алдиярдың көзі қырақ екен. Олай болса мен шындықты жасыра бермейін. Мен Моңғол елінің ханы Төлейдің 4-ші ұлымын. Құбылай екенсің ғой. Өзің айтшы, мен сендерге қалай сенуім керек? Алдияр, егер сіз біздің қосынымызды өткізіп жіберсеңіз, мынау 2 сандық жақұт жауһарларды сіздің бас уәзірлеріңізге тарту етеміз. Ал соғыс аяқталған соң, алтын елінің түстігіндегі жерді шып шырғасын шығармай Сұң патшалығына береміз. Жарайды. Онда бас уәзіріңізге мәлімдеп қоярсыз. Кездесуге жазсын. Жүздесуге жазсын. Жүрелік. Абай болыңдар, ізімізге түскендер бар. Қызық, бұлар моңғолша келмепті. Мұнда біздің адамдардың болуы мүмкін емес. Бұлар бізше жасанып алғандар. Тез жүрейік. Қуыңдар! Қолыңдар! Тоқта! Тоқта деймін! 4-ші хансада, сіз Елеу мырзамен бірге жүре беріңіздер. Біз бөгей тұрайық. 4-ші хансада, абай болыңыз. Төртінші ханзада шыршыт сарбаз көрінеді. Моңғол әскерін қырадай қырамыз.
Sör sadaqda. Төртінші қанзада қорыққан боларсыз. Сіз екеуіңіз Сардар Уаңжан. Сардар Сыңшытың. сіздер неге шүршітші киінгенсіздер? Сіздер білмей қалған істер бар. Біз хабар алдық. Алтын елінің адамдары сіздердің келгендеріңізді біліп, төртінші ханзадаға қастық сайлапты. Сосын оның жаласын бізге жаба салмақ екен. Қулыққа айламен жауап бермек болдық. Моңғол әскері қазір шүршіттермен соғысып жатыр. Сондықтан біздің шүршітші киініп келіп, көмектесуімізге тура келді. Ақылды болсын айт. Соғыс өнерлеріңіз де керемет екен. Төртінші ханзада кішіпейілдік танытып тұрсыз. Сіздің өнеріңізге пақырыңыз тәнті болды. Мен жүретін жолы әлі алыс. Осында қоштасалық. Сәт сапар. Көп рахмет. Алғыс шаусын. Жүрейік. Құбылай. Айтса айтқандай-ақ сабаз екен. Дұрыс айтасың. Бір тілегім, Моңғолмен соң соғыспаса екен. Әйтпесе, Құбылай ұлы соңның ең зор қаупіне айналады. Көрде тұр. Соң сардараларында мұндай мықты бар екен білмеппін. Е, егер күндердің бір күні Моңғолмен соң соғысса, біздің ең күшті жауымыз осылар болмақ. Расау. Үшінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2014 жыл. Тянь